Сіздермен кино қалам. Бүгін кәрістердің тағы бір шедеврі 2010 жылы шыққан «Человек из ниоткуда» атты фильміне шолу жасаймыз. Бірнеше полицейлер бандиттерді клубта есірткі беру сәтінде үстінен түсіп ұстап алмақшы. Өкінішке орай ол жоспарлары жүзеге аспайды. Себебі Хеджон деген биші қыз аяғы неге апарарын ойламай гангстерлердің есірткісін ұрлап кетеді. Чха Тхесик кедейлер тұратын ауданда кішкентай ломбардтың иесі. Ол сол жерде жұмыс істеп, сол жерде тұрады. Жігіт гүл алып үйіне барады. Ол тыныш өмір сүру салтын ұстанады. Оның сыртқы өмірмен жалғыз байланысы өзімен көрші тұратын кішкентай Соми есімді қыз. Бұрын бұл қыз Тхесиктің заттарын ұрлайтын. Бірақ артынан істегені дұрыс емес екенін түсініп, енді ұрламаймын деп уәде береді. Соми өзінің плеерін Тхесиктің ломбардына өткізбекші болып, оны күтіп тұрады. Қыз Тхесиктің шұжық сатып алғанын көріп, ол да шұжықты жақсы көретінін айтады. Жігіт кішкентай қызды түскі асқа шақыруға мәжбүр болады. Сомидің анасы Хеджон күдікті көршісіне қатты сене бермейді және қызының даусын естіп қалып, жігіттің есігін қағады. Бірақ жігіт үйінде қызының жоқ екендігін айтады. Ол сондай ептілікпен Сомиға тамақ салынған тарелканы итеріп жібереді және көршісіне есігін ашып өзінің жалғыз отырғанын көрсетеді. Хеджон ломбардқа фотоаппаратпен есірткі салынған сөмкені өткізеді. Әйел кетіп қалғасын жігіт Сомидің гүлдерді вазаға салып, біреуін құлағына қыстырып алғанын көреді. Тхесик оған жынданып, Сомидің қолынан гүлдерді жұлып алып, біреудің затына тиіспеуін айтады. Мен Гуо есірткі және адамдар саудасымен айналысатын қылмыстық топтың басшысы. Ол өзінің оң қолы Мансокты есірткіден айырылып қалған үшін ұрады. Оң қол тез арада есірткіні қайтарып, оны ұрлаған адамды қатаң жазалайтынын айтады. Басшысы оған барлығын 3 күн ішінде ретте деп бұйырады. Точи деген бандит Хеджонның үйіне келеді. Ол екеуі есірткіні өткізіп пайдасын бөлісеміз деп келіскен. Енді Точи өзінің пайдасын алуға келіп тұр. Хеджон оған қарап мысқылдап күледі. Оған жынданған бандит Хеджонды ұрып, кетерінде гангстерлер есірткіні әйелдің ұрлағанын білсе, бөлшектеп кететінін айтып кетеді. Осы әңгіменің бәрін дәлізде тұрып естіп тұрған Соми қатты қорқып Тхесикке барып үйіне қонайыншы деп өтінеді. Жігіт таңертең ұйқысынан оянса, көрші қыз пәтерінен кетіп қалған екен. Түстен кейін Тхесик гүлдерін алып автобусқа отырады да Сомидің плеерін қосады. Ол өмірден қайтқан жан-жарын еске алу үшін оның мазарына келеді. Үйіне қайтар жолда ол Сомиді ұстап алған полицейлерді көреді. Соми бір баланың рюкзагын ұрлап кеткен екен. Кішкентай қыз көршісін көріп қалып полицейлерге менің әкем деп оны көрсетеді. Бірақ Тхесик полицейлерді түсініксіз жағдайға қалдырып, бұрылып кетіп қалады. Екеуі азық-түлік дүкенінде тағы да кездеседі. Соми шоколадты алып қашып кетеді. Тхесик ұрланған шоколадтың ақшасын төлемекші болады, бірақ сатушы ақшаны алмай қояды. Сатушы Тхесикті қыздың әкесі екен деп қалып, ол қызға көңіл бөліп, көп қыдыруға тырыс деп кеңес айтады. Тхесик Сомиді көшеден кездестіреді. Қыз өзінің плеерін қайтаруын сұрайды. Ақшасы болмағаннан кейін орнына өзінің бақыт картасын береді. Кішкентай қыз Тхесиктің өзін полицейлердің жанында жалғыз қалдырып кеткені үшін қатты мұңаяды. Бірақ ол қыз жігітке ренжімейтінін айтып, уәде береді. Әйтпесем, әлемде мүлде махаббат қалмайтынын айтады. Ал анасынан ол қыз ешқашан жылы сөз естіген емес. Үйіне қайтып келгесін Соми анасын қинап жатқан көріністің куәсі болады. Анасын Мансоктың бауыры Джонсок қинап отырады. Точи гангстерлерге есірткіні кім ұрлағанын айтып қойған. Тағы 2 гангстер Тхесиктің ломбардына барып кіреді. Жігіт өзін тонап жатыр екен деп ойлап, оларға өзінің әмиянын оңай бере салады. Олар оған жай ғана күледі. Семіз біреу жігітті ұрмақшы болады, бірақ артынан бұл ісіне өкінеді. Джонсок пәтерге мықты төбелес шебері Рамраванды жібереді. Бандит Тхесикке телефонын береді. Телефонда ол кепілге түскен Хеджон мен Сомидің шыңғырған дауысын естиді. Джонсок оған есірткі салынған сөмкемен фотоаппаратты беруін бұйырады. Джонсок семіз адамын ұрлықшы қызбен ым-жымы бір деп ойлайды, сондықтан Рамраван оны бір-ақ сәтте бастан атып өлтіреді. Гангстерлер Тхесикке телефонын қалдырып кетіп қалады. Ертеңінде Джонсок жігітке хабарласады. Тхесик кішкентай қызбен анасын құтқару үшін айтқандарының барлығын істеймін деп айтады. Қу жігіттер Тхесикті курьер қылып пайдаланбақшы болып, есірткіні мен Гуоға апарып бер деп бұйырады. Жігіт товарды мафиозға беріп, алдында абыройлы қытайлық гангстер отырғандығына сенімді. Жігіт енді кепілдегі қыздарды босатуын талап етеді. Бірақ Гуо не туралы айтып жатқанын түсінбейді. Бұл ағайынды соқтардың Гуоның сыртынан жүргізіп жатқан құйтырқы ойыны. Олар Гуо отырған жерге 10 шақты полицейлер машинасын жібереді. Ашуға мінген мафиози Тхесикті сатқын Мансоктың адам екен деп ойлап, дереу оны ұрып соғыңдар деп бұйырады. Полицейлер бандиттердің біразын ұстап алады. Гуо көлігімен қашып кетпекші. Тхесик биік этаждан сеткаға секіріп түседі және дереу гангстердің соңынан қуады. Қатты соққыдан оның артқы жүк салғысы ашылып кетеді.
Тхесик онда ішкі құрылыстарының барлығын алып, өлген денесін тігіп тастаған Хе Джонның мәйітін көреді. Оның органдарын сату үшін алып алған. Тхесик Соми де осындай өлімге душар болды деген оймен бір орында тұрып қалады. Полиция жігітті кісі өлтіруші деп ойлап ұстап алады. Бөлімшеде тергеушілер оны әбден сұрақтың астына алады, бірақ ол бірде-бір сөз айтпайды. Полицейлер Тхесиктің ломбардына басып кіреді. Ол жерден атылған семіз гангстердің өлі денесін көреді. Бандит Сомиді егде жастағы әйелдің қолына береді. Ол жерде оны басқа да қолға түскен кішкентай балалармен бірге есірткі таситын курьер ретінде пайдаланады. Тхесик бірнеше минутта 6 бірдей полицейді ұрып, бөлімшеден қашып кетеді. Қашып кеткен сәтті бейнебақылаудан көрген полицейлер жігіттің төбелес шеберлігін көріп, ауыздарын ашып қалады. Олар оның бұрын-соңды кім болғанын білу мақсатында оны базадан іздей бастайды. Оның бұрын әскери спецназдың тәжірибелі агенті болғанын анықтайды. Бірақ ол жерден өзін өлтірмек болған киллер өзін емес әйелін өлтіргені үшін кетіп қалған. Киллер жігітке 2 рет оқ атады, бірақ арнайы агенттердің қолынан қаза табады. Ал Тхесик тірі қалады. Тхесик бандиттер берген телефонды тауып алады, және телефонды сатқан ломбардқа сатып алушыны білу үшін келеді. Бірақ ломбардтағылар оған ештеңе айтқысы келмейді. Тхесикке күш көрсетуге тура келеді. Сатушы жігіт телефонда адам ағзасымен айналысатын гангстер сатып алғанын мойындайды. Және оған Эдем деген түнгі клубтың визиткасын беріп, Дочи деген жігіттің атын айтады. Тхесик түнгі клубқа келіп, Дочиді тауып алып, оның Сомидің қайда екенін айтпаған үшін иығына пышақ салады. Аяқ асты Рамраван пайда болып, тапаншамен ата бастайды. Тхесик қашып үлгереді, бірақ атқан оқтың бірі Дочиді өлтіреді. Бандит әжетхананың барлық есіктерін атқылап ашып көре бастайды. Сол кезде оған Тхесик шабуыл жасайды. Екеуі тең төбелеседі. Рамраван да дайындалған төбелес шебері болып шығады. Дегенмен Тхесик оны адамдар билеп жатқан залға қашып шығуға мәжбүр етеді. Екеуі сол жерде төбелестерін жалғастырмақшы болады. Мансок Рамраванның жанына келіп, оны тоқтатады. Клубқа полицейлер кіріп келгенін айтады. Полицейлер Тхесикте болған телефонды бақылап, оларды тауып алған. Мансок Тхесикке басқа бір телефон қалдырып қашып кетеді. Олар Джонсок отырған көлікке отырып дереу кетіп қалады. Тхесик оларды қуа жөнеледі, бірақ Рамраван оның ішінен атып тоқтатады. Жігіт көшеде кезіккен бірінші көлікке секіріп мініп алып, оны қуған полицейлерден қашып кетеді. Мансок Тхесикке қоңырау шалып, Сомидің көзін сататындығын айтады. Тхесик олардың барлығының көзін жоятындығын айтып қорқытады. Ішіне тиген оқтан әбден әлсіреген жігіт бұрынғы өзінің қол астында қызмет еткен танысының үйіне келеді. Ол жараны жақсылап тазартып, таңып тастайды. Жігіт сандырақтап жатып өлген 2 қабат әйелін еске алады. Сондықтан да оның мазарында кішкене аяқ киімдер жатыр. Тхесик өзінің танысына тапанша тауып беруін өтініп, шашын қырып тастайды. Ол бандиттерге бармақшы. Осы сәтте Мансок берген ұялы телефонға Хе Джонның бұрынғы сутенерін тұтқындаған Ким Чхигон деген детектив қоңырау шалады. Детектив Сомидің әлі тірі екендігін айтып, Тхесикті ұстауға уәде береді. Бейне бақылау камералары Сомиді банкоматтың жанынан түсіріп алған. Тхесик оған көлігінің жүк салғышына Хе Джонның өлі денесін ағайынды соқтар салып кеткендігін айтып, тұтқаны қояды. Танысы Тхесикке кішкентай қызды құмырсқа ретінде пайдаланып жүргенін айтады. Құмырсқа деп қытайлық мафиоздар кішкене балаларын өздерінің есірткісі мен ақшасын тасытуға пайдаланатын балаларды айтады. Біраз уақытта қыздың өлуі мүмкін, ал оның органдары заңсыз трансплантация жасауға кетеді. Осы уақытта Соми өзге балалармен бірге Рамраванның қарауында болады. Қыз Рамраванның шекесіндегі жараны байқап қалып, шекесіне пластыр жапсырады. Тхесик көшеде ақша шешіп тұрған құмырсқалардың бірін көріп қалады. Жігіт оның соңынан еріп, Сомиді тауып алам деген үміті бар. Бірақ Тхесикті полицейлер танып қалып, соңынан қуа жөнеледі. Жігіт оларды ұрып соғып, терезеден секіріп түсіп, кездескен алғашқы көлікке отырып қашып кетеді. Ол тағы да құмырсқалардың бірін тауып, оның артынан жүріп отырып, бір қараусыз қалған ғимаратқа келеді. Ол жерде бандиттер есірткі лабораториясын жасап қойған. Ішінен Тхесик Джонсокты көріп қалады, және олардың кішкентай балаларды қатыгездікпен пайдаланып жатқанын көреді. Келесі бір бөлмеден ол ішкі ағзаларын алып алған көптеген мәйіттерді көреді. Тхесик ашуға мініп, гангстерлерді бірінен соң бірін ата бастайды. Джонсок қана қалғанда оны ұстап алып, аямай ұрып соғады, және ағасы Мансокқа хабарласып, тез арада Сомиді алып келуді бұйырады. Тұтқаны қойған соң Тхесик газ баллонының аузын ашып, балаларды сыртқа шығарады. Ал ғимарат Джонсокпен бірге жарылып кетеді. Осы уақытта хирург Сомидің көзін кесіп алуға дайындалып жатады. Ал Рамраван болса бәрі ойдағыдай өту үшін бақылап отырады. Хирург қызға анасының ағзаларын алып алғанынан кейін өліп қалғандығын айтады. Және қазір қызға да дәл солай істейтіндігін айтады. Бірақ Соми анасының тірі екендігін айтып, жылап отырып бірнеше рет қайталайды. Хирург оған наркоз беріп, көзін ойып алмақшы болады. Көп күттірмей Тхесик Мансок отырған ғимаратқа да кіріп келеді. Ол жерде көптеген басбұзарлармен бірге Мансок күтіп отыр. Ол Тхесикке мынау Сомидің көзі деп шыны ыдысқа салынған бір көзді береді.
өзінің бауырын өлтіргені үшін алған кек екендігін айтады. Тхесик шыны ыдысты көргеннен кейін ашуға мініп гангстерлердің бәрін ата бастайды. Оның тапаншасында оғы біткен соң ол Джон Уиктің стилінде пышақпен басбұзарларды бірінен соң бірін өлтіреді. Мансок дереу қашады, ал Рамраван болса тең қарсылас таптым-ау деп пышағын алып Тхесикке шабады. Екеуі тең шайқасады. Аяғында бірақ Тхесик пышақты Рамраванның дәл жүрегіне салады. Одан кейін ол жертөледегі тұраққа қарай жүгіріп барып, Мансок қашып бара жатқан көліктің дөңгелегін атады. Қылмыскер басқа бір көлікке барып соғылады. Тхесик көлікке келіп, көздеп тұрып Мансоктың басынан атып өлтіреді. Енді ол өмірде еш мән қалмады деп өзін-өзі атпақшы болып тұрғанда, кенет Сомидің даусын естіп қалады. Артына қараса қыздың тірі екендігін көреді. Соми оны жүгіріп келіп құшақтағанда ол жасын тыя алмай қалады. Сөйтсе өзіне мейірімді болған үшін Рамраван қызды құтқарып қалған екен. Шыны ыдыстағы көз хирургтың көзі болып шығады. Полицейлер келгенде олар Тхесик пен Сомиға бір көлікке мінуге рұқсат береді. Қыз ұйықтап жатқанда Тхесик полицейлерден өздерінің үйінің жанындағы шағын дүкенге тоқтауын өтінеді. Ол мектепке қажетті барлық заттарды сатып алып, сол кезде полицейлердің жанында жалғыз қалдырған үшін кешірім сұрайды. Тхесик Сомиге өзінің тұтқынға түскенін, осыдан былай жалғыз өзі қалғанын айтады. Жігіт өзінің жақында шықпайтынын біліп, қызға өзін құшақтауын өтінеді. Сіздерге «Человек из ниоткуда» фильмі қалай? Өтті ма? Пікірлеріңізден бөлісіп отырыңыздар. Жақында блогер, депутат Дәулет Мұқаевтың өзі көруге кеңес берген қытайлық детектив фильмінің кино шолуын саламын. Жіберіп алмас үшін тіркеліп қойыңыздар.